Сәлем құрметті көрермендер, сіздермен бүгін мен Казбек. Бүгін сіздерге мен қалай фотошопта немесе өзіңіз бірдеңе жазғыңыз келсе, қалай осы әдемі шрифттермен жазуды үйретемін. Ең бірінші ол бізге шрифттерді скачать етіп алу керек. Бұл фотошоптағы немесе компьютердің өзіндегі шрифттер көбінесе маған ұнамады. Сондықтан мен скачать етіп алуды шештім. Ең бірінші осы Photoshop Master деген сайтқа кіреміз. Фотошоппен жұмыс жасайтындар үшін керек болады. Сосын бұл жерге шрифті дегенге барамыз. Осы жерде русский, английский деген таңдайсыз, қандай шрифт керек. Мысалға маған русский шрифт керек. Сол үшін өйстіп бұл жерде толып тұр. Міне шрифттерді қарайсыздар, әдемілерін скачать етіп алуға болады. Мысалға қазір көрейік. Қайсы әдемірек. Мынаны скачать ете алайық. Міне осы жақсы видео үшін. Міне осындай жерде скачать шрифт дегенді басамыз. Сізде осындай окно пайда болады, яғни бет пайда болады. Сіз осы 20-30 секунд күтесіз. Содан кейін шрифт скачать етіледі. Күте тұрайық. Мінекей, енді скачать етілді. Міне енді оны ашамыз. Қазір міне ашамыз. Ашқаннан кейін міне сізде осы үстінен басып, екі рет басып, бірінші установить етіп аласыз. Міне установить етілді. Енді осы жерден шрифты дегенді тауып аламыз. Міне шрифты. Осыған енді бана скачать еткен шрифтімізді әкеліп саламыз. Қазір загрузка жүріп жатыр. Міне шрифт саламыз. Болды. Шрифт салынды. Енді сіз фотошопта осы өзіңіздің скачать еткен шрифтіңізбен жазуға, әдемілеп жазуға болады. Сіздермен болған мен Казбек. Келесі кездескенше сау болыңыздар.